Пайғамбарымыз өмір сүрген кезеңде Дамаск қаласында бір яһуди дінбасы бар болатын. Бір күні Тәуратты оқып отырып, 4 бетте пайғамбарымыздың есімін кездестіреді. Ол ислам дініне қас болатын. Өшпенділікпен бұл беттерді жыртып тастайды. Екінші күні Тәуратты оқуға кіріскен кезде 8 беттен тағы да пайғамбарымыздың есімін оқиды. Ол беттерді де жыртып тастайды. Үшінші күні тағы 20 бетте пайғамбарымыздың есімін кездестіреді. Бұл жолы ойланады. Өзіне өзі оның есімі кездескен барлық беттерді жырта беретін болсам кітап таусылады. Мұнда бір даналық болуы керек дейді. Ол кезде пайғамбарымыздың ислам дінін уағыздап жатқан хабары оның еліне дейін жетіп келген болатын. Ұзақ сапар шегіп Мәдинаға барады. Бірақ пайғамбарымыздың қайтыс болғанына 4 күн болған еді. Дінбасы мұны естігеннен кейін жылай бастайды. Сонда Хазіреті Әли сұрайды: «Ей, жолаушы, сен кімсің? Неге жылайсың?» «Мен бір яһуди дінбасымын. Дамасктан келдім. Тәураттан пайғамбарымыздың есімін көрген кезде парақтарды жыртқан сенсің бе?» «Иә, оны қайдан білесің? Сенің келетініңді пайғамбарымыз айтқан болатын». Бұл сөздерден кейін дінбасының ислам дініне ешқандай күмәні қалмайды. Кәлима-и шахадатты айтып, сол жерде мұсылмандықты қабылдайды. Хазіреті пайғамбарымызға қарсы жаман сөздер айтатын бір әйел бар болатын, пайғамбарымызды ұнатпайтын. Бір күні бұл әйел бір ұл босанады. Баласы 2-3 айлық болған кезде баласын алып көшеде кетіп бара жатқанда пайғамбарымызға кездеседі. Әйел тағы да әдепсіздік жасауға дайындалады. Бірақ одан бұрын құндақтағы сәби сөйлей бастайды. Ол пайғамбарымызға қарап: «Ей, Аллахтың расулы! Ей, Абдуллахұлы Мұхаммед алейхиссалам, саған сәлем бердім» дейді. Әйел таңданып сірейіп қалады. Пайғамбарымыз күлімсіреп балаға: «Ей, бала, менің Аллахтың расулы екенімді қайдан білдің? Менің атым мен әкемнің атын саған кім үйретті?» деп сұрайды. Сәби күліп: «Маған бұларды әлемді жаратқан Аллаху Таала үйретті. Ол қаласа барлық нәрсені жаратады». Сосын біраз тоқтап тұрып былай дейді: «Иә, Аллахтың расулы, мен үшін дұға ет, жұмақта сізге қызмет етейін». Пайғамбарымыз сәби үшін дұға етеді. Қуанған сәби былай дейді: «Саған сенген және иман келтірген адам қандай бақытты! Саған қарсы келіп, күпірлік еткен адам қандай бақытсыз! Аллах оларды дүние мен ақыретте масқара етеді». Сосын сәби шахадат кәлимасын айтып, сол сәтте жан тапсырады. Мұны көрген әйел дереу сол жерде мұсылман болды. Пайғамбарымызға жылап, жалбарынады: «Мені кешір, я Расулаллах, босқа өткен күнәһар өміріме қатты өкінемін». Пайғамбарымыз әйелге қарап: «Сүйінші, қазір бірнеше періштенің саған кебінді жұмақтан әкелгенін көрдім» деді. Әйел бұл сөздерді естігеннен кейін баласы сияқты шахадат кәлимасын айтып жан тапсырды. Қағбаның орны ұмытылған жылдардың бірінде Ибрахим алейхиссалам Хажар анамызбен ұлы Исмайылды алып, қазіргі Қағба тұрған жерге келеді. «Маған сендерді осы жерге қалдыруым бұйырылды» деп бұрылып кетеді. Хажар анамыз тәуекел етіп әмірге мойын иеді де: «Раббым бізге жеткілікті» дейді. Жандарында бір шөлмек су және 3-5 дана құрма бар еді. Оның үстіне Исмайыл әлі нәресте еді. Хажар анамыз бір нәрсе табуға үміттеніп Сафа төбешігіне шығады. Бірде бір ағаш, қураған шөпте жоқ болады. Кейін Мәруа төбешігіне шығады. Қайтып келгенде ұлын таппай қалады. Қатты абыржыған күйде қайтадан Сафа және Мәруа арасында ыстық күн астында 7 рет қиналып жүгіріп жүреді. Кейін тәтті дауыс естиді. Алдынан айдай жарқыраған Жәбірейіл алейхиссалам көрінеді. Осы таңданыста Хажар анамыз ұлын көреді. Сүйкімді сәбиінің аяқтарының астынан мөлдір су шығып жатқанын көріп, суды бір жерге жинағысы келеді. Бір жағынан судың айналасын бекітіп, бір жағынан шөлмегін толтыруға тырысады. Мәнсіз абыржыған үнмен: «Зәм, тоқта» дейді. Тіпті «Зәм, зәм» деп айқайлап жібереді.
Жәбірейіл алейхиссәләм күлімдейді. Қоя бер, ақсын. Бұл су үнемі ағады, еш таусылмайды дейді. Бұл суға көшпенді тайпалардың назары ауады. Соңында Жүрхумилер Хажар анамыздан рұқсат алып, Қубайс тауының етегіне қоныстанады. Осылай қасиетті жер қалаға айналып аты Мекке деп аталады. Хадис шәрифтерде былай делінеді: қасиетті Зәмзәм суы мүбәрәк. Қасиетті Зәмзәм ішкенді тойғызады. Жер бетіндегі құдықтардың ең қайырлысы Зәмзәм құдығы. Қасиетті Зәмзәм қандай ниетпен ішілетін болса, шипасы сол үшін болады. Зәмзәмді ішетін кезде қыблаға қарау керек. Бисмилля айтып түрегеп тұрып және тойғанша ішу керек. Ішу кезінде 3 рет дем алынады. Дұға ету керек және соңында шүкір ету керек. Зәмзәм суын ішіп айтылған дұға қабыл болады. Әр тауаф еткеннен кейін Зәмзәм суын ішу мұстахаб. Миллиондаған қажылар ішіп, жуынып елдеріне алып кетеді. Су насостарымен күні-түні тартып жатқанымен бітпейді. Зәмзәмнің жер жүзіндегі сулардың ең нәзігі, ең үстемі екендігі білдірілген. Араб шөлінде қиында ұзақ сапар шеккен бір шейх ұлына басынан кешкен оқиғаларды былай әңгімеледі. Бір алыс сапарға шыққан едім. Күн ұясына батып төңірек қараңғылана бастаған кез. Алыстан көзіме көрінген үйге қарай тұра жүрдім. Үйге жақындағанымда алдымнан бір әйел шықты. Жалғыз екенімді көргенде қайран қалып, "Сіз кімсіз? Бұл жерде не іздеп жүрсіз?" деді. "Мен Құдайы қонақпын" дедім. Әйелдің қабағы түйіліп үндемеді. Менімен ешқандай жұмысы болмай тамақ дайындауға кірісті. Дастарханды әзірлеп, ас ішуге кірісті. Бәрін жалап жұқтап жеп алды. Бір кезде қолында сүт құйылған бақыры бар күйеуі келді. Мені көріп, "Бұл адам кім?" деп сұрады. Әйел еш мән берместен, "Құдайы қонақпын дейді ғой" деп жауап берді. Әлгі кісі маған күлімсірей жақындап, "Амансыз ба? Қош келдіңіз. Келгеніңізге қуаныштымын" деп бір тостаған сүт ұсынды. "Қарныңыз аш шығар. Бір нәрсе жедіңіз бе?" деп сұрады. Мен "Иә, ашпын" дегенімше әйеліне ұрса жөнелді. Екеуінің арасында ұрыс басталды. "Ұят емес пе? Қарныңды нығыздап тойдырасың да, қонаққа бір тілім нан беру ойыңа да келмейді" деді. Әйелі "Оған не үшін тамақ беремін? Өзімнен бір тілімде нан ауыспады" деді. Күйеуі ашуланып далаға шығып кетті. Мен де "Мынау не істемекші екен" деп артынан ақырын басып сыртқа шықтым. Сол кезде менің не көргенімді білсең ғой. Әлгі кісі менің түйемді жерге жығып, сойып жатыр еді. Ішім қатты ашыды. Бірақ еш нәрсе демедім. Таң тамаша қалдым. Үй иесі өзімнің түйемнің етін өзіме сыйламақшы. Өз-өзіме, "Мұны да көрдік. Енді мына шөлде жаяу қалдым" деп ойладым. Әлгі кісі от жағып, етті пісіріп, табаққа салып алдыма келді. Ішім қан жылауда еді. Ешқандай зауқым жоқ, сонда да тамаққа отырдым. Тамақтан кейін үй иесі, "Аллахтың атымен ант етемін. Менің шатырыма келген адам ешқашан аш қалмас" деді. Бұл жағдайға не жылайтынымды, не күлерімді білмедім. Қонақтың өз түйесін өзіне сойып берсең, әрине, аш қалмас дедім ішімнен. Бірақ сабыр сақтадым. Содан кейін ол кісі шатырдан шығып кетті. Бұл қызық адамның ісіне таң қалып отырдым. Біраз уақыттан кейін мені дауыстап шақырғанын естіп, сыртқа шықтым. Далада ол бір түйенің бұйдасынан ұстап тұр еді. Маған жақындап, "Мұны ал. Бұл түйені саған сойған түйенің орнына беріп тұрмын" деді. Түйесі менің түйеме қарағанда қоңдылау, жасырақ түйе еді. Ертеңіне күні таңертең жол жүрдім. Үй иесі маған нан, ыстық сүт, бір бөлек піскен ет ұсынды. Жылы-жылы сөйлеп шығарып салды. Ыстық шөлде күні бойы сапар шектім. Кешке жақын алдымнан кездескен үйге келдім. Мұнда мені бір әйел қарсы алды. Күлімсіреген жылы жүзді әйел еді. "Сіз кімсіз?" деді. "Мен Құдайы қонақпын" дедім. Әйел "Қош келдіңіз. Қуаныш әкелдіңіз. Құдайы қонаққа әр уақытта есігіміз ашық.
Жоғары төрге шығыңыз деп мені ішке кіргізді. Өзі тездетіп тамақ дайындауға кірісті. Біраздан кейін дастарханға палау, қуырған тауық, құрма, бал әкеліп қойды. Тамаққа келіңіз. Сізге үлкен дастархан жай алмағаным үшін ғафу етіңіз деді. Қарным шұрылдап, аш отыр едім. Тамақ жеуге кірістім. Бір-екі түйір аузыма салғаным сол еді. Әлгі әйелдің күйеуі кіріп келіп, суық, зілді дауыспен, бұл адам кім? Деді. Әйел, құдайы қонақ деді. Құдайы қонақ біздің ғана үйімізді тауып ба? Менің тамақтарым қайда? Әкел тезірек деді отағасы. Әйел, үйдегі бар тамақты қонаққа бердім деді. Саған тамақты қонаққа бер деп кім рұқсат етті деп, ол зайыбына дүрсе қоя берді. Екеуінің арасында ұрыс басталды. Мен шыдай алмай күліп жібердім. Үй иесі маған сұсты қарап, неге күлесің? Деп сұрады. Мен басымнан өткен оқиғаны айтып бердім. Отағасы, ол айтқан әйеліңіз менің қарындасым, ал оның күйеуі әйелімнің ағасы еді деді. Бұл кездейсоқ жағдайға таң тамаша қалдым. Әр нәрсе тегіне тартады екен ғой деп ойладым.